сәлеметсіздер ме құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнінен сұрақтар талдайтын боламыз. YouTube арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Қысаң дауысты дыбыстар А, О. Ауыспалы мағынада жазылған сөздер: долы теңіз, жылы сөз, жылы жүрек. Ау еу жұрнағы арқылы жасалатын сан есімнің мағыналық түрі: жинақтық сан есім. Төл сөз бен аптыр сөздің тыныс белгісіне байланысты қойылатын тыныс белгі: төл сөз, аптыр сөзі, төл сөз. Сөйлемде қанатты сөзі бар мысал: әрбір адамның бойында күннің нұры бар, тек сол нұрдың жарқырауына мүмкіндік бер. Шақыру одағайы, күшім, күшім. Шылаулар арқылы байланысқан сөз тіркесі: телефон арқылы сөйлесті. Құрметті көрермендер, егер сіздерге осы тесттердің барлық электронды нұсқасы қажет болатын болса, сіздерге төменде нөмір қалдырам, сол нөмірге хабарласып электронды нұсқасын алуларыңызға болады. Кітапша түрінде беремін. Талғаулы саллас құрмалас сөйлем: халық санағын не биыл жүргізеді, не келесі жылы жүргізеді. Мақсат бағыныңқы сабақтас сөйлем: ол өзінің жұмыс істейтін жерін көрсетпек болып, бүгін цехқа жолдасы екеуі келіп еді. Өзі тіркескен сөзден бөлек жазылатын сұраулы сөйлем жасаудың бір жолы болып табылатын шылау: ме шылауы. Менің атым Қожа шығармасында Петкеңестің соңында Майқан обаның айтқан сөзі: түбінде адам болатын бала. Доспамбет жырау толғауларындағы батырдың сенімді серігі, тұлпары. Абайдың 7-ші қара сөзіне сәйкес келетін қатар: тәннен жан артық еді, тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Сұлтанмахмұт Торайғыровтан қалған мұра біздің ұлттық әдебиетіміздің жаңа кезеңінің 20 ғасырдың басындағы дәуірдің шындығын, қоғамдық ой-пікірдің дамуын түсінуіміз үшін аса маңызды. Кімнің сөзі? Серік Қирабаевтың сөзі. Менің ер екенімді көргенсің, әуелден бірге жүргенсің, дегенімді қылғансың. Үзіндідегі автордың қасиеті: есім хан алдындағы абыройы мен беделі. 200 томдық дүние жүзі әдебиетіне енген Мұхтар Әуезовтің шығармасы Көксерек. Қыз анадан көрмейінше үлгі алмас, ұл әкеден көрмейінше өнег алмас деген ирония. Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя повесіндегі қамтылған уақыт: кеңес үкіметінің қалыптасуының алғашқы жылдары. Жүніс Сақиевтің Дабыл шығармасының жанры: фантастикалық. Шәкен Айматов алғашқы ұстаз шығармасының өмір шындығын танытатын жақтары. Дүйсен Қара таниды, көп оқымаған, әліппесі де жоқ, Ленин туралы әңгіме айтады. Мәтін беріледі. Сол мәтінде ауа райына байланысты сұрағы етістік туындысын есім және жұрнағы зат есім тудырушы жұрнақ. Тапқырлығына. Табиғат сөзіне синоним: тіршілік. Мәтінге сай келмейтін қатар: ауа райын болжайтын институттар ашқан. Мәтін мазмұны арқылы білеміз: қазақ табиғатына етене жақын. Тәуелдік жалғаулы сөз: халқымыздың. Мәтін беріледі. Біз санымызды шақпақтап оралап ауылдың шетіндегі атқораға қарай жүгірдік. Арт жағы аласа. Тасқораның үстінде тырмыса шығып алдық та, сол күні ғана Қараойдан әкелінген көк жауқазын шөпті үңгіп жіберіп отыра кеттік. Құрғақ шөптің танауы да жарған қош иісі мас қылғандай тұла бойды шымырлатады. Шетімізден пысықтырып, мұндай рақат дүние тапқанымызға мәз-мейрам боп біріміз итеріп қап, шөпке аунатып, сылқитып, сықылықтай күлісіп, жұмсақ шөпке тығыла түсеміз. Бәріміз алақотан шайқасқаннан кейін ортамыздағы аян тісінің арасынан сызылса шырт еткізіп түкіріп қойып, көтеріле түсіп астына шөп жұмарлап басқамыздан орнын биіктеу ғып отырды. Одан соң қабағын шытып ойға батқан күйде төмендегі
үңірейе қарауытып жатқан терең құзға көз жіберді. Біз де еріксіз енді солай қарай жалтақтадық. Дөңгелене отыру сөзінің мәтіндегі баламасы алақотан жайғасу. Үзіндіге сай қатар С. Мұратбеков, жусан иісі, Сайын Мұратбековтің жусан иісі. Эпитетке сай қатар терең құз. Тұңғиық шыңырау сөзіне мағыналас терең құз. Ауыл балаларының Аянның жанынан шықпауы, Аянның ертегілерін тыңдау үшін. Дұрыс жазуға негіз болатын ұстаным, сөздің алғашқы қалпын сақтап жазу. Біздерге 8-ші сынып оқушыларына аса үлкен міндет жүктелген сөйлемдегі айқындауыш. 8-ші сынып оқушыларына деректі зат есімі жолдас. Бастаушы мен баяндаушы қиса байланысқан сөйлем. Біздің бала кезімізде отты шақпақтаспен тұтататын еді. Әдебиет пен өнер терминдері: сатира, эпос, дрижер. Бірыңғай диалект сөз: сын, нән, шекілдеуік. Баяндауыштық қатынастан тұрмайтын, бірақ зат есімді не есімді тіркестерді атау, атаулы сөйлем. Талғылы салас құрмалас сөйлем жалғаулықтары, мейлі я болмаса. Шартты бағанқылы сауаттас құрмалы сөйлем. Театрға кешікпей барғаныңда қойылымға үлгерер едің. Кешіріңіздер. Зерттеу нысаны болатын зат не құбылыс ғылыми негізде сипатталады. Ғылыми стиль. Жолаушы кісі баласына жастайынан тыйым салды. Ыбырай Алтынсарин: дүние қалай ессең табылады. Бос жүруге, ершектікке, қиналмай мал табуға. Доспамбет жыраудың қоғалы көлдер қомсылар толғауында соғысып өлсе өкінбейтін жер. Сарыарқаның бойы. Абайдың бірінші қара сөзінде шешімге келу үшін қарастырған әлеуметтік қоғамдық мәселелер: ел бағу, мал бағу, ғылым бағу. Сайын Мұратбеков жусан иісі повесіндегі аса жаннан артық көретін аға деп хат жазуының себебі ауыл балаларының оқуға ұмтылуы. Түркі елінің даңқты әскери қолбасшысы Күлтегіннің жауынгерлік жорықтарын мадақтап жырлауға арналған қаһармандық дастандар, кіші жазу және үлкен жазу. Халық батыры Дауылпаз ақын Махамбетке арналған шығарма Нарынқұм зауалы. Ұлың қар ормандай жау ортасында кірер болса, Тәңірі оның ісіне сәт берсін. Ұлыңды Бамсы деп атап жүредің, ендігі аты Бамсы байрақ болсын. Мінген аты Байшұбар деп аталсын. Менің қойған атым сол. Тәңірі оның жұрымын берсін. Бата тілек сөздегі көркемдеуіш тәсіл теңеу. Ормандай деген бізде теңеу тұр. Бұл талғау жаңа низам жүріп, ел штатқа көніп, енді Оязынай болыс ауылнайлар билей бастаған заманда шамамен 1873 жылы айтылған қай шығармаға тән? Үш қиян. Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай жыры, тарихи жыр. Қу жаныңның амандығы үшін не істемедік біз? Біз бәріне қызмет еттік қарағым. Тек адамға туған, халқымызға қызмет еткен жоқпыз. 77 жыл ғұмыр кештім, біздің ғұмыр құлдықпен өтті. Өмір зая, өмірім зая деген қарияның сөзі. Мәтін беріледі. Сол мәтіннің ішінде ата-баба шаруасы. Сұрақ: скип тайпаларының ойлап тапқан бір ғажабы. Темір балқыту. Яғни темір балқыту осы скип тайпаларының ойлап тапқан идеясы екен, қазір тілмен айтқанда. Бір орнынан қозғалмайтын жұлдыз. Темір қазық. Темір қазық деген жұлдыз ол бір орнынан қозғалмайды. Егіннің мол болатынын білдіретін жорамал. Таразының туы. Халық үркерге қарап болжаған жыл мезгілдерін. Мәтіндегі ой реттілігі 2, 1 және 3. Бердібек Соқпақбаевтың мал адамның бауыр еті және торат деген мәтіне берілген. Осы мәтіннің ішінде Садықтың жүніс жалға туыстық қатынасы деп сұрақ береді екен. Сол сұрақтың жауабы бізде немересі. Мәтіннің жанры әңгіме. Тораттың қызметі ат
от жағатын көк талды жеткізу. Яғни от жағатын көк талды жеткізу. Мәтіннің екінші азат жолындағы көзінің жасы көл болды мағынасы егіліп жылады. Мәтіннің негізгі ойы қазаққа малдың жақындығы. Ілгерінді ықпал сөздер: адамға, мектепке, гүлді. Мықты сөзінің синонимі: қарулы. Жинақтық сан есімнің жұрнағы: ау, еу. Төл сөзді төлеу сөзге айналдыру жолдары: негізгі өзгеріс төл сөздің тұрлаулы мүшелерінде болады. Төл сөз, аптыр сөзі, төл сөз. Осы бойынша аптыр сөзінің екінші жағынан келетін тыныс белгісі: өтір және сызықша. Іс-әрекеттің болу-болмауын білдіретін етістіктің формасы: ашығырай. Қабыса байланысып тұрған тіркес: мөлдір су. Түсіндірмелі салас құрмалас сөйлемнің бірінші бөлігінің ара жігіне қойылатын тыныс белгі: сызықша және қос нүкте. Бүкіл ауыл көңілденіп, думанды болып қалды. Берілген сабақтас құрмалас сөйлемнің түрі: қимыл сынбағынан қала. Ғылыми стильдің негізгі сапалық белгілеріне сай емес: білімділік. Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас өлеңінің жанры: толғау. Аяз би ертегісінің мазмұны арқылы көз жеткізуге болатын мәселе: ақылды адамның жерде қалмайтыны. Абайдың бірінші сөзінде көтерілген мәселе: өмірлік істің табу. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Шығамын тірі болсам адам болып» өлеңінің мазмұнының өзегі: нақты мақсат қою. Еңсегей бойлы ері есім толғау: тілеуберді құлыңдай, тілеуберді құлыңмен емес, мұның ханым жөн емес деген аллитерация және эпифора. Көксерек шығармасында көтерілген мәселе: адам мен табиғат арасындағы қайшылық. 12 ғасырда жәдігерлеріне жататын түркі халықтарының ортақ туынды «Диуани Хикмет». Мұрат Мөңкеұлының «Сарыарқа» өлеңіндегі орыстардың әуелгі алған қонысы Еділ. Ахмет Яссауидің бүгінгі ұрпаққа жеткен көлемді шығармасы «Диуани Хикмет». Мағауинің «Шахан шері» шығармасының шиеленісуі: кек қуған шахан. Халықаралық Астана әуежайы деген мәтін беріледі. Осы мәтін бойынша бірінші азат жолдағы күрделі сан есімдер саны нешеу? 4 екен күрделі сан есімдердің жолы. Сәйкес келмейтін сөйлем дейді. Ол Астана орталығынан 12 километр қашықтықта орналасқан деген сөз бізге сәйкес келмейді. Оның құрылысы Көкшетау тасжолы бойында орналасқан. Біріккен сөздер: Көкшетау және тасжол. Стиль түрі бізде фулистикалық стиль. Мәтіндегі қарамен берілген сөйлем түрі: қазіргі әуежай ішкі бағыттармен жұмыс істеуге көшетін болса, жаңа әуежай халықаралық бағыттарға қызмет көрсететін болады. Сабақтас құрмалас сөйлем. Оңайлықпен қазаққа асуды қырғыз бермеді. Әр жерлерден құралып қырғыздың қолы кернеді. Бесінге дейін атысып қазақтың әлі келмеді. Қара балтта соққылық аңғарғанын шың асты. Қырғыз қазақ екі жар ескі жолға таласты. Сол уақытта хан кене амалынан адасты. Қырғызды айдап шыға алмай батырлар санда бір састы. Бесін сөздің мағынасы: түс ауып күн ұясына отырғанға дейінгі уақыт. Үзіндіге тән нұсқа: Нысанбай жырау Кенесары Наурызбай. Әскер сөзінің мәтіндегі баламасы: қол, қалың әскер деген мағынаны білдіреді. Хан кененің амалынан адасуы: қырғыз әскерінің күшеюі кеңеюінен. Жырда суреттелетін тарихи оқиға негізі: ұлт-азаттық көтеріліс. Жат септік тұлғасында есімшеден болған шартты бағыныңқылы сабақтас. Театрға кешікпей барғаныңда қойылымға үлгерер едің. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер: антонимдер. Төрттілік малға қатысты қолданылатын одағай, шақыру.
төл сөздің баяндаушы есім сөздерден не тұйық етістіктен болса, төле сөзге жалғанатын етістік екенін, тарихи сөздер қатары уәзір, найза және колхоз, мақсат үстеуі, жорта, әдейі, қасақана. Қосымша арқылы байланысқан сөздер баламен бірге үйге қарай. Талғаулы саллас құрмалас сөйлемнің жалғаулықтары я, яки, я болмаса, не, немесе. Білмегенін білсем деп оқушылар ынтығар. Берілген сабақтас құрмалас сөйлемнің түрі. Мақсат бағыныңқылы сабақтас. Сөздер мен сөйлемдерді байланыстырғанда өтір қойылмайтын шылау. Мен, бен. Лагерге жолдама. Біз лагерге баратын болдық. Ал сен көшедегі иттерді тәртіпке салуға ауылда қаласың. Кімнің сөзі? Жантастың. Оқ қылқандай шаншылса, қан жусандай егілсе, аққан судай төгілсе, бетегелі сарыарқаның бойында соғысып өлген өкінбес. Көркемдеуіш құрал. Теңеу. Қылқандай деген тұрған жерде теңеу. 31-ші қара сөзіндегі Абайдың естіген нәрсені ұмытпастыққа үшінші себеп. Сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Сұлтанмахмұт Торайғыров шәкірт ойы өлеңіне қатар келетін. Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Жиембеттің Есім ханмен достық қарым-қатынасының ұзаққа бармауының себебі Есім ханның озбыр, жөн-жосықсыз әрекеттеріне қарсы шығуы. Көксерек пен Аққасқаны ажыратқан кім? Хасен нағашы. Ахмет Ясауидің даналық кітабындағы дәруіштер дұғасының шипасы жоқ, тым болмаса үстінде лыпасы жоқ, құнарсыз қу тақырдай бұтасы жоқ, бұл не деген заман болды достар. Көркемдеуіш құралы қайталау. Мұрат Мөңкеұлының Үшқиян толғауына негіз болған Еділдің бойы, Жайықтың бойы және Маңғыстау бойы. Махамбет Өтемісұлының мен едім, Исатайдың барында ақынның сипаты, екі тарлам бөредім. Әбікеннің пәтер іздеп жүредік әңгімесінде көтерілген мәселе әлеуметтік мәселе. Мәтін беріледі. Әжесі мен немересі туралы. Баланы жақсы ұғады. Әжесі. Баланың арманы, әжесіне құрмет көрсету. Стильдің түрі көркем әдебиет стилі. Мәтіндегі қаратпас сөз қатары бірінші қатар және басқасы тегіс жиналып бір төбе болғанда сенің өзің бір төбе түйген ой ерекше көретін. Мұрат Қабанбайдың Бауыр әңгімесі мәтіні беріледі. Осы әңгіме бойынша шығарманың аты мен авторы Мұрат Қабанбай Бауыр әңгімесі. Үзіндідегі көркемдегіш тәсіл. Бұл портрет. Үзіндідегі кейіпкер Қали. Кейіпкердің тұратын жері балалар үйі. Төрекелді тұяғының сынығы мағынаға сәйкес қатар ұрпағы. Тоғыспалы ықпал, жас жігіт, синоним емес сөздер, әдемі, сұлу және реңсіз. Салыстырмалы шырай жасайтын жұрнақтар, рақ-рек. Сөйлемдегі заттанып тұрған сын есім. Үйдің үлкені әрқашан өзінен кейінгіге қамқор болады. Ол өзінің оң жағында тұрған қызыл көйлекті баладан есімінің кім екенін сұрады. Сөйлемдегі төлеу сөз жасап тұрған етістік екенін. Қыстырма сөз. Шынымды айтсам, өзің бір қызық жан екенсің. Атаулы сөйлем. Бөлме іші ортада стол. Көлік жүре алмайтын тар жол екен. Біз амалсыздан ауылға жаяу тарттық. Берілген саллас құрмалас сөйлемнің түрі. Себеп салдар салалас. Шаршап кеткен соң екеуміз трактордың көлеңкесінде жатып демалдық. Берілген сабақтас құрмалас сөйлемнің түрі. Себеп бағынқылы сабақтас. Публистикалық стильдің жанрлық түрі. Репортаж. Бердібек Соқпақбаев менің атым Қожа хикаятында
Қожа армандаған мамандық жазушы. Қожаның армандаған мамандығы жазушы. Аяз би ертегісінде жаманның іс-әрекетіне сүйсінген хан жаманға өз тағын береді. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Үзіндіде автор айтқысы келген идея хайуанмен салыстыру. Бұл сөзім асып айтқан асылық емес, ойында оты барлар асылық емес. Асылық сөзінің мағынасы астамшылық, күпірлік. Еңсегей бойлы ер есім сені есірткен, есілде менің кеңесім, ес білгеннен есім қан, қолыңа болдым сүйесін, қолтығыңа болдым демесін. Үзіндіде қолданылатын көркемдегіш құрал ассонанс және аллитерация. Бір ағаштың түбінде толық денелі, орта бойлы, қою сары шашты. Үзіндіге суреттелген кейіпкерлер Анна Ивановна. Жамаулы киім кигенім жарлылық, сенен көремін деген үзінді. Авторы Ақтамберді Жырау. Аққулар ұйықтағанда поэмасының мазмұнына сай, аққулардың қайта оралмауының себебі Тәуіптің анаға берген кеңесінен. Кенесары Наурызбай жырының авторы Нысанбай Жырау. Кенесары Наурызбай. Осы сұрақ көп жерлерде келеді. Мұқият біліп алыңыздар. Кенесары Наурызбай жырының авторы Нысанбай Жырау. Нысанбай Жыраудың жыры десе Кенесары Наурызбай. Жолбарыстың жүрек тітірентер айбатты арлы қалттында, жыртқыш кейіпті, жыртқыш дауысты, тарғыл тұтқын өңі қызара көгеріп, зілдене безірейген зор денелі сарала төреге бір қуара қалтырап ескі шыққан лак теке тілмашқа бір қарады да кенет қарқылдай күліп қоя берді. Мұхтар Мағауиннің шығармасында бейнеленген кейіпкер Шахан шері. Туған жер деген мәтін беріледі. Осы мәтіннің ішінде салакалар 2 есе ірі теңіз, бұл бізде Арал теңізі. Шемая балығын аулай бастайтын мезгіл, ол бізде көктем. Мәтіннің стилі көркем әдебиет стиль. Қарамен жазылған сөздің жұрнағы жабылып, ырықсыз етіс және көсемше. Мәтін бойынша қате ақпарат. Атамекенде салакалар 2 есе ірі болады. Құнанбай сапары атты мәтін беріледі. Осы мәтін бойынша аттыларды бастап келе жатқан кім деп сұрақ қойылады. Ол сұрақтың жауабы әрине Құнанбай. Келе жатқандардың ішінде қара шаңырақтың иесі де Құнанбай. 20 ауылдың мынандай топтарының ішінен бірде-бір жанның әлі күнге дейін Құнанбайдың алдынан көлденең шықпайтын себебі билік иесі қатал басшы болған. Құнанбайдың тоқал шешесінен туған Майбасар Ырғызбай әулетінің жасампаз болу себебі ынтымағы күшті болғандығынан. Құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, барлықтарыңызға рахмет. Егер де сіздерге осы кітапшаның электронды нұсқасы қажет болатын болса, төменге қалдырамын. Сол нөмірге жазып, WhatsApp-қа шығып, электронды нұсқасын ала аласыздар. Және де алдыда болатын үлкен тесттен сүрінбей өтулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Барлықтарыңызға сәттілік.